күнә жасау ойыңызға келсе, не істеу керек? Біріншіден, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, қуылған шайтаннан Аллаға сыйынамын деп бірінші дұға жасаңыз. Әлі де күнә жасау ойыңыздан кетпей жатса, тұрып барып дәрет алыңыз. Дәрет себебі адамды тазартып қояды. Әлі де бірақ күнә жасау ойыңыздан шықпай жатса, 2 ракағат намаз оқыңыз. Өйткені намаз адамды күнәдан арылтып қояды. Соның өзінде шайтанның азғыруы сізді басым болып кетпей жатқан болса, тағы 2 ракағат намаз оқыңыз. Сіздің күнәға деген ойыңыз өзгермейінше намаз оқи беріңіз. Аяғыңыз іскенше намаз оқи беріңіз. Себебі Алла Тағала Құранда «Инна салата танха анил фахшаи вал мункар». Намаз адамды арсыздықтан тыйып қояды. Алла Тағала біздің біліп-білмей, үлкен кіші, жасырын жария болған барша күнәларымызды кешірсін ағайын.